write my name in the summer rain. Ciao, amore. Salvador can wait. Now it's time to. Бұл Вераның хикаясы. Соғыс жылдарында өмір сүрген 13 баланың бірі болған орыс қызы. Оның өмірі махаббат пен сағыныштың, үміт пен сенімнің тарихы. Бұл әжемнің анасынан қалған естелік. Ол кезде адамдар сүйе де білді, күте де білді. Ал Вера сол заманның асыл жандарының бірі еді. Оның ерлігі мен шексіз махаббатын еске аламыз. Әйел затының мейіріміне, төзіміне және жан дүниесінің сұлулығына деген құрметімізді білдіреміз. Бұл менің әжемнің анасы болған Вераның шынайы тарихы. Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. жыл. Сол кезде Өзбекстанда тұратын бір қазақ жігіт Үсен тағдырдың жолымен Мәскеуге оқуға келеді. Ол бала кезінен тағдырдың ауыр сынағынан өткен. Жетімдер үйінде өскен еді. Бірақ өмірге деген сенімі мен үміті оны алға жетеледі. Сол Мәскеуде Үсен Верамен кездесті. Бұл кездесу екі түрлі әлемнің, екі түрлі тағдырдың тоғысқан сәті болды. Кешіріңіз мен қыз. Ештеңе етпейді. Атыңыз кім? Вера. Бір көзқарас, бір күлімсіреу екі жүрек тоғысты. Мәскеудің шуылы ішінде жаңа сезім басталды. Күндер өтті, Үсеннің еліне қайтар сәті де жетті. Ал Вераның жүрегінде сол бір күзгі күн мәңгі сақталды. Красиво у вас здесь, Вера. Теперь это и твое место. Мен кетемін, бірақ мен сені ұмытпаймын. Күт мені, Вера, мен қайтам. Қош бол, Үсен. Мен сені күтемін. Үсен, қараш, жер қандай берекелі екен? Я, досым, еңбегің бар жердің жемісте де бар. Үсен, Естің бе? Соғыс басталды. Германдар шабуыл жасапты. Соғысы басталды ма? Барлығы айтып жатыр. Тіпсі Москваға да жетіпті дейді. Үсен Каримов, Мен. сізге шақырту келді. Сізді Москваға жібереді. Әскери қызмет үшін. Москва, яна Москва. Үсенні аман сақташы. Олға күш пен батырлық бер. Әлі жеңеміз. Вера, мен сені алып кетем.
соғыс бітті деген хабар келсе екен. Жеңіс. Бұл жеңіс біздің халыққа, біздің юртқар. Бұйырса, жеңдік аған. Говорит Москва. Последний час. Наши войска полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Сегодня осылайша соғыс аяқталып, елге бейбітшілік орнаған күнде келді. Көп жылдар бойы ауыр сәттер мен сынақтар артта қалды. Сол күндері Вера Үсенмен бірге өмір жолын жалғастыруға, өз тағдырын сонымен байланыстыруға бел буды. Әрине, туған жермен, ата-анасымен қоштасу Вера үшін оңай болған жоқ. Бірақ жүрегі оны жаңа өмірге, махаббат пен үмітке жетеледі. Вера Дохер, сегодня ты уходишь из родительского дома. Юсен хороший человек. Мы доверяем ему. Пока, мама. Затихает Москва, стали синими дали, ярче светят кремлевские рубинов лучи, старой песни слова. Дорогие мои. Вера, менің жұртым Өзбекстанға қош келдің. Қте әдемі жерде тура екенсіңдер. Вера, сен енді нан жабуды үйрен, қызым. Мен нан жабуды білмеймін ойы. Үйренерсің, қызым. Нан ге үйдің берекесі. Здесь всем нравится на востоке, что за небо без луны на востоке. Как мы назовем нашего малыша, Усен? Светлана. Светхо — это свет. Пусть будет свет в нашей семье. Осылайша Вера мен Үсеннің өмірі өзбек жерінде жалғасын тапты. Уақыт өте олардың 3 перзенті дүниеге келді. Сұлтан, Светлана және Кенжебек. Олар бұл жерде өзара сүйіспеншілікпен, татулықта бақытты өмір сүрді. Жылдар өтіп, олардың ұрпағы көбейді. Сол ұрпақтардың бірі менмін. Бұл шығарма менің әжем Светланаға арналған. Бұл немересі Айсұлудың жүректен шыққан сыйлығы. Махаббат пен алғысқа толы естелік. На востоке